Мысалы, мен өзімде қатты бірден цистит, кальпит бірге болып қиналған кезде мен осыны салдырғаннан кейін 15 минуттан кейін нәтижесін көргенмін. 1 миллион аутоплазмадан тұрады, тромбоцитарлы аутоплазмалардан тұрады. Қынабын кішкене болсын халыққа келтіргісі келетіндер, амалажа жасағысы келетіндер, сәлде болсын тарылғысы келетіндер болады. Бұның зияны бар ма? Зияны бұның тек қана сізде аллергия беруі мүмкін. Витамин С-ға аллергияңыз болса, ол аллергия беруі мүмкін. Косметологияда, травматология, невропатолог бүкіл жерде бұл қолданылатын әдіс. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Қайырлы күн менің ең сұлу тәтті оқырмандарым. Бисмилlah деп бүгін біз сіздерге PRP картексил туралы айтамыз. Сонымен қатар оның плазмалифтен айырмашылығы қандай и плазмагелден айырмашылығы қалай. Осы туралы сіздермен сөйлесетін боламыз. Ол үшін бізге PRP картексилдің мындай өзінің арнайы шприцы керек болады. Ол өзінің арнайы тағы да бізде болатын гелі. Особенно бізде кәдімгі обычный пробирка қоямыз, ол жерде гель болады. Ал бұл жерде PRP картексилдің өзінің арнайы гелі болады. Ол гельдің ішінде не бар? Витамин С бар. Яғни біз центрифугадан өткізген кезде сол жерде сол гель арқылы өзінің қызметін атқару арқылы қанды бөлек бір бетке, ал сұйықтығын бөлек бір бетке жинап береді. Яғни плазмасын бөлек жинап береді. Сол үшін арнайы өзінің шприцімен бұл дүние жасалынады. Ендеше кім осы уақытқа дейін бұл туралы білген? Кім алып көрген, кімде қандай нәтиже болған? Мысалы, мен өзімде қатты бірден цистит, кальпит бірге болып қиналған кезде мен осыны салдырғаннан кейін 15 минуттан кейін нәтижесін көргенмін. Бірақ мен өзі бірінші рет салғам. Сол кезде көргенмін. И сразу айттым, мен бұны істеу керекпін. Бұл процедура керек деп. Ал сізде қандай болды? Сонымен бөлісе кетіңіздер комментарийға жазып. Сонымен қатар, егер де сіздерде менің видеоларым ұнап жүретін болса, онда сіздерден лайк күтемін. Міндетті түрде маған подписаться етіңіздер және уведомление қойып қойыңыз. Себебі денсаулық сізге бірінші орында керек дүние, да? Сол себептен. Ендеше PRP картексил бұл бізде неден тұрады? Бұл бізде 1 миллион аутоплазмадан тұрады, тромбоцитарлы аутоплазмалардан тұрады. Бұл деген не? Яғни біздің әрбір клетканы қалай бөлуге болады? Бұлай нәрселерге түсіндіріп берейінші қазір. Ойбай. Мысалы, мынау менің теріме, біздің теріде не бар? Осындай майда, осындай клеткалар бар міне. Ой, мен ручка жазылмайды ма? Так, вот. Міне. Мынау менің клеткам, осындай точка. Біз осындай точкалардан құралғанбыз. Бұл точкалар, клеткалар, немесе жасушалар деп аталынады. Осындай каждый раз осындай, Бұл точкалар не істеп отырады? Яғни жасушалар бізде өседі, өзінің өмірін сүреді, кейін қартаяды. Қартайған кезде ол өліп, бізде кір болып шығып кетеді. Бұлардың өлген эпителий болып шығып кетеді. Яғни не? Барлық адам күніге шомылсаңыз, күніге сіздің үстіңізден кір шығады. Қойды күніге шомылыңыз, күніге шығады кір. Неге? Потому что ол кір емес қой, на самом деле. Бұл не? Бұл өлген тіндер, өлген жасуша клеткалар. Вот. Тура осылар бізде постоянно шығып отырады. Енді бұл кезде біз не үшін PRP саламыз? Вот PRP-ді салған кезде, мысалы, сіз плазмалифтингтің ішінде 200 000 аутоплазма болса, бұда миллион. Яғни плазмалифтингке қарағанда 5 есе жоғары болып тұр, Бұның ішінде не бар? Бұның ішінде қанның сарысу плазмасы болғандықтан, ода жас клеткалар бар. Қартайған емес, жас клеткалар. Сол себептен де оны жергілікті жерге қолданған кезде бірден сразу көмегін берді. 15-20 минутта уже әсер ете бастайды сізге. Екіншіден, оның ішінде біздің полностью А, Б, С, Д, Е витаминдеріміз бар. Яғни сіз сырттан D3-ді күніге ішіп бір жыл ішкеніңізбен көрі лучше бірден салсызаңыз, екеуінің нәтижесі бірдей болып тұр. Былай айтқанда. Но бірақ бұл былайнан оны кетпеу керек. Біз әркімде әртүрлі әсер етеді. Себебі сіздің ағзаңызға байланысты. Например, сіз бұрын соңды витаминдеріңіз ішіп жүрген, өзіңіздің денсаулығыңызға қарап жүрген адам болсаңыз, и бірден сізде осындай кальпит болса, салас сразу сіздің қышуашыңыз басады. Ал егер сізде бұрыннан ешқандай витамин ішпегенсіз, дәрі ішпегенсіз, выделение баяғыдан келеді, емдеймін деп емдемейсіз, сөйтіп жүріп әйтеуір бір өтірік бірдеңелер қолданасыз, немесе өзіңіз самолечениемен айналысасыз, үйде жүріп ромашкамен жүріп тағы бірдеңемен істейсіз, сөйтіп асқынып кеткен түрде болатын, бұны бір рет қолданғаннан бәрін супер-пупер қылып жібермейді. Неге? Себебі кез келген ауруды қаншалықты созылмалы түрге айналдырасыз, соншалықты ол уақыт емделеді. Сонша ұзақ уақытта емделеді. Яғни бір еммен бәрі күшті кетеді деген сөз жоқ. Яғни чудо бұл жерде жоқ.
чудный препарат деп ойламаңыздар, түсінікті ма? Но бұның плюсы сізде витамин С-ға аллергияңыз болмау керек бірінші орында, және де бұның эффекті күшті көмектеседі. Міне, бұл кімдерге арналады? Бұл особенно қынабын кішкене болсын қалыпқа келтіргісі келетіндер, омолаживание жасағысы келетіндер, сәл де болсын тарылтқысы келетіндер болады. Күшті, как гель сияқты тарылтпайды әрине, но кішкене сужение береді бұл да. Одан бөлек бұлада эрозия болса, кальпит, қышу ашу болса, крауроз болатын болса, кіші дәретін ұстай алмау, недержание мочи болса, или постоянно хронический циститпен жүретін болса, женский проблемалар, осыларға бұл алады. Сонымен қатар воспаление трубы, яғни жаттыр түтікшелерінің қабын аурулар болса, және де аналық безі қабынау процестері болса, онда осыны емді алуға болады. Неге? Себебі бұның ішінде не бар? Противовоспалительный эффект бар. Бұл тірі живой антибиотик деп айтуға болады. Мысалы, антибиотикті сатып алғаннан гөрі, осы тірі антибиотиктен қолданған әлде қайда сізге пайдалырақ міне. Сондықтан яғни не істейді? Бұл салған жердің жергілікті иммунитетін күшейтеді, қан айналымды реттейді, бірден ол қан айналымды реттеп күшейгеннен кейін бірден бұл біздің қынап, жаңағы сырттан келген бүкіл инфекциямен күресе алады. И сол күресе алғандықтан ол жерде бүкіл выделение азая бастайды сізде. Түсінікті ғой? Ендеше бұның зияны бар ма? Зияны бұның тек қана сізде аллергия беруі мүмкін. Витамин С-ға аллергияңыз болса, ол аллергия беруі мүмкін, кішкене ашытуы мүмкін. Ал басқа тұстан бұның зияны бар деп айта алмаймын. Бұны как профилактика ретінде сіз 3 айда немесе 6 айда бір алып отыруыңызға да болады. Ешқандай зияны жоқ. Бұны тек қана қынапқа ғана да емес, бұны бізде салады симфизитке. Если сіз сол жақтан проблема болса, кесар тілігіне босаңғасаңыз рубецин жан-жағына салып беру мүмкін, чтобы спайка болмау үшін. Косметологияда, травматология, невропатолог бүкіл жерде бұл қолданылатын әдіс. Біздің Қазақстан вообще қатты қуануына болады, что бізде осы нәрсе тез дамып кеткеніне. Себебі мен Турция елінде болғанда бұл туралы вообще білмейтін. Оларға мен айтып кеттім. Одан бөлек кешегі бізде Англиядан келген қонағымызда, яғни пациентіміз тоже бұл туралы мүлдем білмейді. Оларда вообще бұл нәрсе ем деген нәрсе жоқ. Вот олармен салыстыратын болсақ, біз үшін Англия, а на самом деле Англияға біздің Қазақстан, вау, Қазақстанда. Вот көрдіңіз бе? Сондықтан өз елімізді құрметтейік, бағалайық. Что осында бізде керемет қазіргі техникалардың дамып жатқаны, процедуралардың өсіп жатқаны, медицинаның күшті жатқанына. Ендеше баршаңызға мың алғыс. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер, өздеріңізді бағалаңыздар.